Адамзат ғаламды зерттеу мақсатында ғарышқа сан рет сапар шекті, алайда ғарышқа сапарлардың барлығы сәтті өтті деп айта алмаймыз. Миссиясын орындап, кері қайта алмай жер жастанып кеткен ғарышкерлер қаншама. Бүгінгі шығарылымда әуеде орын алған апаттар мен сәтсіз аяқталған ғарыш сапарлары жайлы айтамыз. Шаттл Челленджер STS-51L ғарыш кемесінде астронавтармен қоса мектеп мұғалімі Криста Маколиф ғарыштан бірнеше сабақ өткізуі керек еді. Сондықтан кеменің ғарышқа ұшу сәтін көп адам тікелей трансляциядан тамашалаған. 28 қаңтарда шаттл кемесінің ұшуын шапалақ ұрып көрген адамдар 73 секундтан кейін кеменің жарылғанын көріп, жерге құлаған сәтінің куәгері болған. Астронавтар жарылыстан кейін де тірі болатын. Алайда 330 км/сағатына жылдамдықпен құлаған кабинаның суға соғылуынан көз жұмады. Міне осылай телевидение тарихындағы ең қайғылы репортаждардың бірі пайда болды. Шаттл Колумбия. 1 ақпан таңда Колумбия STS-107 шаттл экипажы сәтті ғарыш сапарынан оралып келе жатты. Атмосфераға кіру алдымен штатты режимде басталды. Алайда аппараттың сол қанатының температура датчигі ұшуды басқару орталығына аномаль көрсеткіштерді жіберді. Кейін кеменің гидравликалық жүйесінің 4 датчигі минимумнан түсіп кетіп, 5 минуттан кейін кемемен байланыс мүлдем үзіледі. Ұшуды басқару орталығының қызметкерлері аппарат датчиктеріне не болғанын білмей, аң-таң күйде телеарналардың бірі отқа оранған шаттлды тікелей эфирде көрсетіп жатты. Экипаж мүшелерінің барлығы қаза тапты. Союз 11 экипажының миссиясы Салют-1 орбиталық станциясымен қосылу болатын. Кейбір қиындықтарға қарамастан экипаж станцияда 11 күн жұмыс істеді. Өрт тіркелген соң ғарышкерлерге жерге оралуға бұйрық берілді. Атмосфераға кіру, тежеу процесі, жерге қону сәті сәтті өткен болатын. Алайда аппарат люгін ашқан кезде ғарышкерлер тірі болмады. Кейін жүргізілген зерттеулер бойынша жоғары биіктікте кабинада саңылау пайда болып, кемедегі қысым мөлшерден тыс төмендеп кеткен. Ғарыш кемесінде нұсқаулықта көрсетілгендей скафандрларда болмаған. Байқоңырдағы апат. 20 ғасырдың 60 жылдары Байқоңырда үлкен апат орын алды. Бұл оқиғаның сұмдығы соншалық осыған қатысты барлық ақпарат ұзақ уақыт бойы қатаң құпияда сақталып келді. Әлем бұл туралы Кеңес үкіметі құлаған кезде ғана білді. 1960 жылы 24 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағында Р-16 зымыранының сынағы өтті. Зымыран әлі де күрделі жетілдіруді талап еткен, алайда РВСН маршалы Неделин уақыт создыруға мүмкіндік бермеді. Ұшыру кезінде Неделин жобаның өзге де құрастырушылармен бірге алаңдауға себеп жоқтығын алға тартады. Адамдар ракетадан небәрі 17 метр қашықтықта тамашалап отырды. Ұшуға 30 минут дайындық беріледі, бірақ сол уақытта екінші қозғалтқыш жүйеден тыс қосылып, өрт шығады. Дайындықта тұрған отын бактары жарылып, лавина тәрізді өрт басталады. От жалындары үлкен аумақты қамтыған. Төтенше құтқару жұмыстары өрт басылған соң тек 2 сағаттан кейін жүргізілген. Плесецк ғарыш айлағындағы апат. 18 наурыз Плесецк ғарыш айлағында бортында Икар спутник шпионы бар Восток зымыраны ұшуға дайындалып жатты. Түрлі жанармай, керосин, сұйық азот құйылды. Соңғы кезеңде сутек пероксиді құйылды. Дәл осы кезеңде тұтану болып, соның салдарынан 300 тонна отын жарылады. Сол мезетте 44 адамның өмірін жалмаған үлкен өрт орын алды. Тағы 4 адам күйік салдарынан көз жұмған. Жарақат алған, бірақ тірі қалған адамдардың саны 39. 16 жылдан соң өткізілген дербес зерттеу барысында сутек пероксидінің фильтр құрылғыларында қауіпті материалдарды қолданылғаны анықталды. Алкантара ғарыш айлағындағы апат. Тамыздың 25-і Алкантара ғарыш айлағында ВЛС-3 зымыранының ұшу жоспарланған. 22 тамызда соңғы сынақтар өткізіліп жатқан болатын. Зымыран айналасында 100-ге тарта адам жұмыс істеп жүрді. Кенет 4 қозғалтқыштың біреуі қосылып кетіп, отын бактары жарылды. Зымыран мен 10 этажды ұшу алаңының конструкциясы толықтай жарылып кетті. Сынақ кезінде көптеген ғалымдар мен инженерлер қаза болды. Кең ауқымды тергеу жұмыстары жүргізілді. Бұдан кейін бразилиялық ғарыш жобасы уақытша тоқтатылды. Айта кететін жайт, апаттың нақты себебі сол күйі анықталмады. Жаңа жерлерді игеру, ғарышты зерттеу жолында құрбандыққа барған батыл ғарышкерлер мәңгі адамзат тарихында қалады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.